Бүгін өте дәмді болатын деревянский картоп дайындаймыз. Ол үшін бізге қатты үлкен емес, орташа немесе кіші картоптар қажет. Осылай картоптардың ішінен кішілеулерін таңдап аламыз және бұның сыртын жақсылап жуып алуымыз керек. Сыртын губкамен жууға болады немесе кез келген затпен жууға болады. Жалпы кірлердің барлығын кетіруіміз керек. Жақсылап осылай сықылап жуып шығамыз. Біртіндеп жуамыз барлығын. Және шаюды ұмытпаңыз. Сосын қызып тұрған қазанға сливочный маслоны, яғни сары майды салып, осылай ерітіп аламыз. Үстіне жаңа жуылған картоптарымызды міндетті түрде суын құрғатып барып саламыз. Міне осылай суын құрғатып алып саламыз. Өз отбасыңызға лайықтап жасасаңыз болады. Бұл өте дәмді болатын картоптар. Ешқандай су құюдың, ешнәрсе салудың қажеті жоқ. Осылай сливочный маслоға қуырамыз. Кішкене бетін жауып, осылай араластырып, қызарғанша қуырып, үстіне кез келген тамаққа салатын приправалар қосамыз. Кез келген приправа қосуға болады. Мен шашлыкке арналған приправа қостым, базилик қостым. Тұз қосқан жоқпын. Осы картопқа арналған приправаны да қостым. Сосын бетін жауып, төмен отқа қоямыз. 40-45 минутта піседі. 45 минуттан соң алып ыдысқа саламыз. Өте төмен отта пісіру керек. Қызарғаннан соң астын баяулатып қоюыңыз керек. Міне барлығын салып алдым. Негізі піскен-піспеген вилкамен шұқып көруге болады. Және мені қараңыздар, өте жұмсақ, дәмді болып, шоққа салынған картоп сияқты болып піседі. Міндетті түрде жасап көріңіз. Сізге де ұнайды деген үміттемін. Міне осындай дәмді болып піседі. Каналға жазылуды ұмытпаңыз.